Жаш жігіт ешқашан желбегей чапанды жамынған емес. Аны қағы сілкіп тартыпқа келтіріп қойған. Чапанды желбегей жамынып, жөн жерден теміреген жашқа жетіш, ерте балам. Андай кийинбей жүрді. Белдерін бәрі, жоғылықтарын башқа ойлап, Қырғызстан жігіттері 20-30-тарға сен ошондай кийиниш. Эмне үчүн желбегей жамынбаш керек? Ал желбегей жамынған сакалды кишиге жарашат. Ак сакал кишиге жарашат. Жаш киши желбегей жамынса аябай одоно көрүнөт. Мына мисалы үчүн 20-30 жаштагы бала сизге пальтосын желбегей жамынып келип отурса, аябай одоно көрүнөт. Тоготпостук, кенебестик, сыйлабастык, тең ата болгондук дегенди билгизет да. Буну наркы салт өзү эле тарбиялап коет. Желбегей жамынып, акырын келип отуруп батасын айткан бул 50-60 жаштардан кийин кыргыз журтулугунда нарктуу аксакалдар ошондой желбегей жамынышат. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң.